Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Мен көп балалы отбасында дүниеге келген қарапайым қазақтың қызымын. Менің балалық шағым әжемнің мейірімі мен даналығының шуағына шомылған ерекше шақ еді. Әжем марқұм өмір көрген, көпті білетін, сабырлы да төзімді жан болатын. Оның әр айтқан сөзі мен әр ісі маған өмірлік сабақ болды. Сол қасиеттері менің бойыма да сіңді. Мүмкін, әжемнен алған сол тәрбием болар, осы күнге дейін енемнің мінезін түсініп көндім. Оның қыңырлығын сабырмен, тәрбиемен жеңдім десем артық айтқандық емес. Жеңгенде қалай? Ойлап қарасам, әжемнің төзім, даналықтың кілті деген сөзі санамда жаңғырып тұр екен. Мектепті аяқтап, жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жүрген кезім. Бәріміздің көңілімізді қуаныш кернеп, болашаққа үлкен жоспарлар құрып жүрген шақ. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен. Бір күні әжем мен әкем тойға бара жатып күтпеген жерден көлік апатына ұшырады. Бұл хабар аспаннан жай түсіргендей болды. Екі асқар тауымнан айырылу мен үшін ауыр соққы болды. Әжемнің дана сөзі мен әкемнің қамқор бейнесі санамда жаңғырып, жанымды жаралады. Сол күннен бастап өмір маған жаңа сынақтарын ұсынғандай. Әжем-ай, әкешім деп боздап қала бердік. Әжемнің жоқтығына сенгім келмейді. Кеше ғана әжемді тойға шығарып салған едік. Әттең солай боларын білгенде тойға жібермес едік. Әкем балаларының қызығын әлі көріп үлгіремеді ғой, бұл жағдайда қатты қайғырдық. Бірақ анам екеуміз бәріне көнгендей болып, енді екеуміз жұмыс жасауға тырыстық. Бірақ ауылда анау айтқандай жұмыс табыла қоймады. Анамның әпкесі: үйлеріңді сатып қалаға келіңдер, қаладан шағын пәтер алып, жұмыс жасаңдар, саудаға шығыңдар деп ақыл айтқасын, анам көзін жұмып келісті. Алайда ол әпкесі мүлдем көмектесіп қарқ қылмады. Соған сеніп, үйді сатып қалаға көштік. Анам байғұста ауылдан шығып көрмеген жан ғой. Үй аламыз деп алаяққа алданып қалдық. Ең болмаса қасымызда жүргенде ақшамыздан айырылмас едік. Анамның әпкесі базарда сауда жасайды. Шұбырып қалаға келгенде ескі сарайына кіргізген. Осында тұрыңдар, енем жақтырмайды, шуды ұнатпайды деп. Үй алатын кезде өздерің үйді қараңдар. Менің шаруам басымнан асып жатыр деп кішкене болса да демеу болмады. Ақшадан айырылып, жылап келген біздерге анамның әпкесі: сүмірейіп не істеп жүрсіңдер, ақшадан айырылып, енді маған масыл боласыңдар деп түгімізді қоймай ұрысқан еді. Сонда анамда, менде үнсіз жылаумен болдық. Қайтейік енді, қаланың тісқаққандары алданып сан ұрып қалдық. Өзімнен кейінгі 4 бауырым әлі кішкентай. Десе де барлығын түсінетін. Кішкентай жүректері біздің қиналғанымызды көріп, қарнымыз ашты деп жылағандарын көрмедік. Сонан әпкеміз: мына ескі бір бөлмелі сарайды пана етіңдер, бірақ ақшасын төлейсіңдер деп шарт қойды. Ауылға қайта алмадық. Ол жақта бізге ешкім есік ашпайтынын білеміз. Бәрі өздерінің отбасын бағып әлек. Солай қуықтай әпкеміздің лашығында тұрып, әпкемнің саудасына жұмыс жасадық. Әпкеміздің базарда көкөніс сататын склады бар. Анам екеуміз сол жерде жұмыс жасадық. Анамның айлығы тұрып жатқан лашыққа төледі. Менің айлығым күнделікті нанға кетеді. Сонда әпкеміз шіріп кеткен карточкасын, помидорын ұялмай сататын еді. Айлықтан шегеремін деп алатын ақшаны шегеріп, ақшадан басы кеткен біреу болды. Мейлі деп басында көндік. Бірақ уақыт өте шіріген картопты алуды доғардым. Одан ол ақшаға дұрыс картопты басқа жерден аламын деп бір рет айтып едім. Ашуланып бетінен оты шықты. Сұрқия, Арамза, осы күнге дейін сен сорлыларды бағып келемін. Мендей жақсылықты кім жасайды сен сияқты бейшараларға? Кет. Үйімнің маңына да жолаушы болмаңдар деп айқай салды. Байғұс анам шырылдап кешірім сұрап жатыр. Ашуыңды басшы. Ол әлі ненің дұрыс екенін білмейді. Балалықпен айтты: үйіңнен қуа көрме бізді деп жалынып жылап жатты. Ішімнен әбден ашуланып, жылаған күйі жұмыстан кетіп қалдым. Үйге келсем, бауырдарым дыбысын шығармай тып-тыныш ойнап отыр. Оларды әпкемнің енесі ұрсып дыбысын шығармай қойғаны белгілі. Сол бір ұрыстан соң жұмысқа шықпадым. Әр жерді жағалап жүріп, тойхананың есігінде даяшы керек деген қағазға көзім түсіп кетті. Ішке кіріп жұмыс сұрағанда даяшы керек екенін айтып қабылдады. Ол жердегі жұмысым ұнады.
Бірде кухняда аспазға көмекші қажет болып, сол жерде ығысып кеттім. Тамақ мол, аспазшы апайда өте мейірімді екен. Бастықтан сұрап, маған тойдан қалған тамақты беріп жүрді. Әйтпесе тойдан қалған тамақты еш уақытта ешкімнің алуға рұқсаты жоқ. Сол повар апайдың маған көмегі көп болды. Көп ұзамай менде повардың көмекшісі болып, кез келген ісіне араласып, тамақ пісіруді үйреніп жүрдім. Негізі өзім тамақты жақсы дайындайтын едім. Сонда күндердің бірінде бастық сырқаттанып, бір айға Астанаға кететін айтып жиналыс жасады. Орнына ұлын қойып кетеді екен. Біздерге жұмысты абыроймен атқаруымызды қатаң түрде шегелеп айтып жатты. Менің алғашқы махаббатым осы кезде басталды. Алғаш рет бастықтың ұлын көргенде бойымда ерекше топ жүріп өткендей болды. Оның негізі жеке жұмысы бар. Бірақ анасының қалауымен бір ай бойы тойханада отыру керек. Біздерге бас көз болған түрі. Өте сабырлы, салмақты жан. Білмеймін, бір сезім оған мені жіпсіз байлағандай. Оны көрсем кәдімгідей қобалжып қызарып кетемін. Повар апайда мені соған әдейілеп жұмсайтындай, таңғы ас, түскі, кешкі астың барлығын мен апарып беремін. Сол кезде қатты ұялып қалатынмын. Ол маған күлімдеп қарап жағдайымды сұрайтын еді. Мен қысылып әзер жауап беремін. Сол бір айда бастық ұлы маған сезімін жеткізіп үлгерді. Алғашқы ғашығым ғой. Тығылып кездестік, керемет қыдырулар көбейді. Бірақ еш уақытта аты қылық жасамадық. Өйткені ол нағыз жігіт еді. Ол менен 10 жасқа үлкен болды. Жұмысына берілген ол үйленуді қажет етпей жүргенін айтып, шындығын мойындады. Тіпті үйленуге ұсыныс жасады. Мен анам мен бауырларымды асырап, қанаттары қатайғанша тұрмысқа шия алмайтынды айтып, жылап алдым. Ол мені құшағына тартып, енді менің отбасым оның да отбасы, тіпті бауырларымды өз бауырындай өсіретінін айтып қуантып тастады. 2 күннен соң мені демалысқа жіберді. Өзі мені шақырып алып, жаңа пәтерді көрсетті. Сене алмаймын. Сол жерде нотариуске барып, 3 бөлмелі пәтерді атыма өткізіп берді. Барлығына таң қалып жүрмін. Бұның бәрін мен үшін істегенін, және өзіне тезірек тұрмысқа шығу үшін істегенін айтты. Анама басында өтірік айтып, кейін шындықты мойындадым. Әпкемнің лашығынан солай мені жігітім құтқарды. Жаңа пәтерге көшіп келгенде, жігітімде қолына сыйлығы бар, анамның алдына келіп өзін таныстырды. Анам да көп ойланбай-ақ батасын берді. Емделіп келген жігітімнің анасы мені келін қылып алатынын естіп, кабинетіне шақырып алды. Ей, бейшара! Сен неге ұлымның басын айналдырып тиіп алмақсың? Қане шыныңды айт, қалай дуалап алдың деп жағама жарамасты. Қорқып шошып кеттім, ол әйел менің аузымды аштырмастан шашымнан сүйреп ұра бастады. Айқайлап түгімді қоймай төмпештеп жатты. Даусымыздан тек администратор жетіп келіп әзер айырды. Бұл оқиғаны естіген жігітім, анасымен ұрысып, сол күні некемізді қиып, қонақ үйде тұра бастадық. Анасына қанша рет бардық. Бірақ бізді кешірмейтінін айтып қуып шығатын. Күйеуім екеуміз бөлек пәтер алып, тек менің туыстарыммен араласып өмір сүріп жаттық. 2 ұлды болдым. 2-ші баламды босанған соң, енем алғаш рет үйге келіп араласа бастадық. Сол енем келгелімен ауыра бастадым. Ине, шаш, тырнақ деген нәрселерді үйдің бұрышынан тауып алып жүрдім. Бірақ оны ешқандай елемей жүрдім. Бір күні басым айналып, құлап 2 аяғымды бас алмай мүгедек болдым. Анам байғұсшылап жүріп, үйге имам шақырып дұға оқытып, бірдеңелер жасады. Бәрібір аяғым ісіп, жүруім нашарлады. Сонан күйеуім бизнесін, тұрып жатқан үйін сатып шетелге апарды. Сол жақтан жақсарып, қайта жүре алатын болдым. Күйеуім аяққа тұрғанша анаммен бірге тұрдық. Екеуміз бірге шағын шайханадан бастап тойханаға дейін көтерілдік. Күйеуім өте мейірімді, қолы ашық алтын адам ғой. Сол үшін Алла барлық байлықты үйіп төгіп берді. Күйеуім мені ғана емес, бауырларымды да өз інісіндей бағып қақты. Мен ауырғанда да тастап кетпей, жанымда болды. Осындай адал күйеуді жолықтырған мен бақытты әйелмін. Енем ана жылы өмірден өтті. Кетерінде менен кешірім сұрап, кезінде мені дуалаған екен. Сол іс үшін өкінетін айтып қоштасты. Ол бұрыннан ауыратын. Сол ауруымен қанша емделсе де, асқынып өмірден өтті. Анам әлі күнге дейін жанымызда. Ара тұра келіп кетіп тұрады.
Жақында келінді болдық. Бауырларымның алды үйленді. Күйеуім өз баласы үйленгендей бәрін өз мойнына алып, тойды дүркіретіп өткізді. Сол тойда анамның әпкесі келген. Ұялмай қызармай той үстінде. Баяғыда осы балаларды өзім баққан едім. Осы қалаға өзім қоныстандырдым деп сөз сөйледі. Бұндай 200 адамда болады екен. Мені көре сала: "Қалайсың қалқам, амансың ба?" деп жылпылдап асты үстіме түсіп жатыр. Менде түк болмағандай амандасып қал жағдай сұрастым. Өмір деген осы екен. Қолыңда бар болса адам санайды. Жоқ болса еленбей қаласың. Әңгіменің соңы.